Армысыз, аяулы менің көрерменім, қымбатты жазылушылар, әңгіме сүйер қауым. Сіздерге бүгін Қанат Түреханұлының Шатырдағы әйел әңгімесін баяндап беремін. Әңгімемді бастамас бұрын маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше әңгімемізді бастайық. Шатырдағы әйел. Шырылдаған телефон тұтқасын көтеріп едім, арғы жағында Айсамал ақыл тегілі жылап тұр. Не боп қалды деген сұрағыма жауап бере алар емес. Өксігін тыя алар емес. Құрман аға, тез келіңізші, мекен-жайды WhatsApp-қа жазып жіберем деп айтуға ғана шамасы келді де телефонын қоя салды. Бір қалада тұрсақ та немере қарындасымды көрмегелі қай заман. Өткенде Айнабұлақ шағын ауданынан несиеге бір бөлмелі пәтер алды деп естігем. Жеңгесімен соңғы рет сөйлескенде күйеуінің оңтүстік Кореяға жұмысқа кеткенін айтыпты. Лифтісі әлі іске қосылмаған 9 қабатты жаңа үйдің ең соңғы қабатында әрең көтеріліп, есік ашық тұр екен, айғай-шу, ұрыс-керіс байқалмайды. Бірі 4-ке, екіншісі 3-ке толған Дидар мен Дамир ойнап жүр. Ыдыс-аяқ жуып тұрған Айсамал мені көрген бетте бас салып, құшақтап, солқылдап жылай бастады. Құрман аға, шешем қанымды ішіп бітті, өзіңіз білесіз ғой, 10 жасымда әкемнен айырылысты. Кім көргенінің пәтерінде тұрдық. Соңғы кезде үйге неше түрлі еркекті ертіп келуді шығарды. Жұмыс істемейді, көршілермен ұрсады. Осыдан бір апта бұрын айфонымды ұрлап кетті, пышақ сілтеп қорқытты. Содан кейін есікті ашпайтын болдым. Қайдан табатынын білмеймін, біреулерді осында жібереді. Ол белгісіз адамдар әкімдіктенбіз, полицияданбыз деп күндіз-түні кеп мазамды алды. Қастарында мамамның барын білемін, ашпаймын. Ақыры болмаған соң полиция шақырамын деп қорқыттым. Бәрібір қоятын емес. Көршілерге барып, қызым үйден қуып жіберді, жейтін тамақ беріңдерші деп қайыр тілеп жүр. Ринат бір достарымен Кореяға жұмысқа кеткен. Күнде қорқып жатамын, алыста жүр ғой. Жолдасыма мына жағдайды айтқым келмейді, бірақ ол онсыз да шешемнің қандай екенін біледі, деді. Мамаң қайда? Деп сұрадым. Шатырда. Шатыры нес? Шатырда тұрады. Оның шатырда тұратынын көршілердің WhatsApp-тағы чатынан білдім. Біздің шатырда Карлсон әйел пайда болыпты деп күнде жазады. Қызы қаңғыртып жіберіпті деп мені де тілдеп жатады. Пәтерден шығудан қалдым. Тысқа шықсам саусақтарын шошайтып бір-біріне мені көрсетеді. Бұл үй ипотека бойынша салынған ғой, көбі өзіміздің қазақтар. Сөздері таусылмайды. Мазалағаныма ренжімеңізші. Сізге айтпағанда кімге айтамын? Елден ұят болды. Мамамды алып кетіңізші. Айсамалды бұдан ары тыңдап тұра алмадым. Шай іш дегеніне қарамастан шатырға бір-ақ шықтым. Әпкем астында қысқы курткасын салып қойған, бұрқыратып шылым шегіп отыр. Құрылысы толық аяқталмаған үйдің шатыры шаң-тозаң. Терезелері орнатылғанымен бір жерден жел уілдеп тұр. Әпкем менің келетінімді күтпегенімен аяқ асты пайда бола қалғаныма таңдана қойған жоқ. Құрмашым-ау деп құшақтап бетімнен сүйді де, сені ана Сушка шақырды ғой, а? Бұзылған неме, күйеуі Кореяда, ал ол болса балаларын ұйықтатып тастап жігіттеріне кетеді. Менің қоқыс жәшігіне жататын пакеттерден көз алмай қалғанымды аңғарып, Құрмаш, мен мусордан тамақ жеп жүр деп ойлайсың ба? Адамдар кейде қоқысқа байқамай ақша тастап кетеді. Мен ақша іздеймін. Айсамал үшін жұмысқа да шыға алмай отырмын ғой. Осы шатырда да қызым мен немерелерім үшін тұрып жатырмын. Сырттарынан қарап жүрмін. Желігін күйеуіме айтып қояды деп қуып шықты ғой. Анар, қалған әңгімеңді содан кейін айтасың. Жиналып кеттік. Қайда барамыз? Біздікіне? Жарайды, Гүлназ бен Гүлбахар үлкен қыз болып қалған шығар. Оларды көрмегелі қанша болды. Заттарым сөмкемде жиналып тұр. Қолыма алам да кете берем деп балаша мәз болып жинала бастады. Анар шылымды жиі шегетін болыпты. 9-шы қабаттан түскенше 3 талын тартып тастады. Мен оның бірде-бір сөзіне сенгенім жоқ. Айсамалдың ұядеттілігіне бармайтынын білемін. Содан жарты жыл бұрын әпкем түнделетіп 2-3 рет келіп еді. Әр келген сайын бұл жездең жақында үйленеміз деп бір еркектерді ертіп келген. Соңғы рет келгенде енді келуші болма деп қатты-қатты айтып шығарып салғанмын. Анар менен бір жоғы 2-ақ жас үлкен.
Бөле әпкем болады. 6-шы сынып оқып жүргенде біздің қолымызға келіп тұрды. Әжем марқұм бір түнде көшіріп алып келген. Анасы Шекер апай шешемнің туған әпкесі еді. Біздің ауылдан 50 шақырымдай жерде Қопа деген ауылда тұратын. Әкесі Берікбол арақты қатты ішетін. Ұзақ жылдар совхозда трактор айдаған. Үйдегілердің айтуынша жас күннен жынды суға жақын болыпты. Совет үкіметі құлап, жұрт жаппай жұмыссыз қалғанда араққа тіптен салынып, үйдегісін тасып ішуді де шығарыпты. Ет дейсің бе, ұн дейсің бе, қысқасы қолына түскенін алып араққа айырбастай берген екен. Онымен қоймай отбасының берекесін алып, қатыны мен кішкентай Анарды да ұруды шығарған. Біздің үйге талай қашып келуші еді. Кейде көрші аудан орталығы Сарқанттағы қайын жұртына барып жататын. Анамның айтуынша күйеуінің таяғынан шаршаған Шекер апай әскерден келген ұлына көзінің жасын көлдей ғып мұңын шағыпты. Әңгіме былай болған ғой. Бөле ағам әскерден келгенде ауылдың жігіттерімен аман-есен оралғанын тойлады. Ол думан бірер аптаға жалғасады. Содан шешесі байқұс: балам, мына арағың не? Әкеңнің ішкені аз ба? Сен 2 жыл әскерде болғаныңда әкең көрсетпегенді көрсетті деп бар көрген қиянатын жайып салады. Бойына шайтан судың оты бар Жомарт әкесімен байланыса кетеді. Берікбол аға да қызып алған: ұлымды өзіме айдап салғаның не деп Шекер апайға жүгіріпті. Ақыры араққа тойып алған әкелі балалы төбелесіп, соңы өліммен аяқталады. Жомарт әкесінің басын балтамен шауып тастапты. Содан әскерден жаңа келген Жомарт 10 жылға сотталды. Ағам үйдегілермен қаталмасып тұрды. Бірақ түрмеден босап шығатын жылы түсініксіз жағдайда қайтыс болды. Ал Шекер апай көшіп келген жылы бір түсініксіз ауруға шалдықты. Апталап, тіптеп айлап кісі баласымен сөйлеспей, меңірейіп отырып алуды шығарды. Талдықорғанға апарып дәрігерге көрсеткенде жүйке жүйесі бұзылған, миында ауытқу бар деп ауруханаға жатқызды. Бірақ ем қонбады. Алғашында жазылғандай болғанымен бірер айдан соң дерті тіптеп қозып, жындыханаға қайта түсті. Әкем мен туған жылы дүние салыпты. Әкемнің туған туыстарын ер жеткенше көрмедім. Неге екенін білмеймін, әжем жарықтық, шешеме олар жайлы айтуға тыйым салатын. Көнбіс шешем анасының айтқанынан аса алмайтын. Бір әкеден тараған Шекер әпкесі екеуі ғана, сондықтан әпкелі сіңлілердің балалары бөледей емес, туған бауырлардай бір үйде бір-бірімізге жақын өстік. Анар туған әпкем Нұргүл мен түйедей құрдас екен. Бетінің қан сөлі жоқ, мүсәпір қыз айналасына үрке қарайтын. Неге екенін білмеймін, Нұргүлге емес, маған жақын болды. Екеуміздің төсегіміз қатар тұрғын. Ата-анасы мен ағасын ойлап түнімен жылаушы еді. Оның үстіне қулығы ұстамай үнемі бұтына жіберіп қоятын. Таңертең әжем ылғи тұра сала Анардың көрпесін жұлып алып: ой шыжың, тағы да бұтыңа сүйдің бе? Үйдің бәрін сасыттың ғой. Ағасы туған әкесін өлтірген қаныпез, өзі дардай қыз болса да бір шыжың кегір. Марқұм әкесі алқаш еді ғой, алқаштан қайбір оңған бала туғыш еді дейді. Айқайлап. Анар әрбір таңды қорқынышпен аттыратын. Одан қалса Нұргүл шыжың деп балалар өзіміз қалғанда үнемі мазақтайтын. Анар Нұргүлге қарсыласа алмайды. Нұргүл әжесінің баласы болып өсті ғой. Қайбір жылы Нұргүл, Анар үшеуміз қолымызға гүл алып мектепке бардық. 1 қыркүйек біз үшін қашанда қуаныш. Өйткені жаңа киіммен мектепке бару өзінше бір мейрам. Әйтсе де анам үнемі бір өлшем үлкен киім алып беретін. Жылда жаңа киім алуға ақша жоқ. Келер жылы да киесің осыны деуші еді. Баласың ғой, ол сөз қаперіңе кіріп те шықпайды. Бірақ сол жылақ ол киімдердің тоз-тозын шығарып тастайтынбыз. 1 оқу күні оқушылар сабақ оқымайды емес пе? Салтанатты жиыннан кейін ойнап кетсек керек. Балалардың соңынан Анар екеуміз оқулық алмақ болып кітапханаға келдік. Кітапханашы Хадиша апай менен еден жуушы Раушан тәте бейқам шай ішіп отыр екен. Қызу әңгімеге кірісіп кетіпті. Керек кітаптарыңды өздерің тауып алыңдар деп дастархан басынан қозғала қойған жоқ. Әсілі әйел заты өсекші келеді ғой, әсіресе біздің ауылдың қатындары. Үлкен кішіге қарамай өсектейді. Әңгімелері бір үзілгенде
Көздері Анарға түсті. Байғұс қызай, биыл да анау Нұргүлдің ескі құсқысын киіп келіпті ғой. Нұрайша кемпір үйінде Анаржанды күң сияқты ұстайды дейді көрші-қолаңдары. Жетім қыздың үкіметтен беретін жәрдемақысын өзіне жұмсаса қайтеді? Бақиясының ұл қызын шырттай киіндіріп, бұл бейшараны қалай болса солай мектепке жібереді. Қадиша апайдың бұл сөздерін Раушан тәте қамшы салдырмай қолдап кетті. Нұрайша, жетімнің үкімет беретін азғана жеміне жемсауымды толтырам деп ойлама. Төрінен көрі жақын ғой. Неге балаларды бөледі екен? Балқияда шешесіне айтпай ма екен? Қатынға өз балалары ғана керек қой. Екі әйел енді шешемді сыбай бастады. Анам жайлы ғибат сөздерді тыңдап тұра алмадым. Жүгіріп тысқа шығып кеттім. Артымнан Анар да ілесті. Тоқта, Құрман, тоқта деді. Бір минутта кідірген жоқ. Үйге қарай асығып барам. Барлығын анама айтып бергенімді келеді. Тіл ашшы, әйелдердің жазасын шешем беру керек деймін. Жалғасы бар.